Сәлем достар, менің өмірде болған истерикам жаман болды. Біз үшеуміз отырамыз, Алиасқар. Ой жоқ, біріншісі ең жан досымнан бастайын, Айзереден. Мен әлі оны сатпағам. Айзереден. Сосын мен, сосын Алиасқар болды да. Сол кезде үшеуміз бірден ойнап атқанбыз. Бір секретный ма? Білмеймін не ойнап атқанбыз. Сол кезде үшеуміз ойнап аттық бірдене. Сосын бір ақ машина келеді. Сол жақта мен жездем отыр. Жездемнің түрінде сразу көрдім да. Жездемнің машинасы деп. Сол кезде мен что-то жауып бүйтіп қарап қоям. Жақыт жоқ. Жақыт ол мен жиенім да просто. Ол жаман қыз. Үлкендерге сөз қайтарады. Жаман сөз айтты. Даже ол мені сатып кетеді. Айтқандай сатып кетеді, ол басқа достармен достасты. Сосын ол мені мазақ қылдырады. Мен прям ондай адамдарды жақсы көрмеймін. Сол сөйткен ғой. Қарай машинаға бүйтіп жоқ сияқты. Прям ішімде қуаныш болды да. Прям ол жоқ келмеді деп айттым да. Деп айтпадым, менде ішімде қуаныш сондай болды. Өйткені жаман қызды ұнатпаймын да ол қызды. Өтірік әшейін дос болып жүрмін. Кей кезде ол мені сатып кетті. Но мен оған не решаю? Енді сатып кетті. Бүйтіп қарап қоям. Жоқ машинада. Уже қуандым, негізі айтып қойдым да. Сосын біраз амандасып келейін дедім да, нелермен амандасып келейін дедім да. Сосын мен бара жаттым. Көп адам болды түскенде. Амандастым. Соңғы мен ойладым уже сандуғаш әпше деп ше. Сандуғаш әпше деп ойладым. Енді есі көзімен өзі ашылды. Прям шоке болды. Мен ашып бердім, неге сандуғаш әпше. Бүйтіп соңғы түсені дедім де, бүйтіп өзімен өзі ашып жатыр да. Осы кезде прям шоке болды. Жақыт. Прям қуанышым түсіп кетті. Жүрек тоқтайды адамдарды резко. Сол кезде прям түсіп кетті. Біразын достар, бұны басқаларын түсірейін. Сол кезде Жақытқа айттым, Жақыт достарымен бірге таныстырайын деді. Сен де ойна, өзің жалғыз жүре берме, әйтпесе мамаңа айтып бересің ғой. Неғып ойнаман деді. Сосын Жақыт өзі, қойшы, бармаймын оны деді. Дос, бармасам бармашы.